Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай кекс дайындаймыз. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды қосып, аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Қаймақ қосып араластырамыз. Сары майды алдын ала ерітіп алдым. Сары май ыстық болмау керек, оны да қосып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды шет-шетінен қоса отырып, үстіне ас содасы мен уксусты араластырып, оны да қосамыз, солай қамыр жасаймыз. Қамырға мейіз қосатын боламын. Мейізді мен жүгері крахмалмен араластырып алдым. Міндетті түрде солай істегендеріңіз дұрыс. Басқа да шоколад немесе кез келген затты қоссаңыздар болады. Енді әр ыдысқа 2 қасықтан қоса отырып, салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Кекс дайын болды. Сіздермен болған Меруерт.